жылдан бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің әлеуметтік тұрғыдан қамсыздандыру міндетті кәсіптік схемасы енгізілді. Бұл тұрғыда Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне жаңа бап толықтырылып, 195-ші прим 1-ші бабында осы тұрғыдан еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарға арнаулы әлеуметтік төлем тағайындалған 4 қайнар көзі бекітілді. Оларға мемлекет тарапынан ең төменгі деңгейдегі 2 еселенген мөлшердегі жәрдемақы және бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорынан жинақталған кәсіптік төлем және де сақтандыру компанияларымен жасалған аннуитеттік шарт негізінде бір ең төменгі деңгейдегі мөлшеріндегі сақтандыру төлемі, сонымен қатар жұмыс беруші тарапынан бір ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде төлем бекітілген. Осы 24-ші жылдың аяғында еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда 15 жыл бойы жұмыс жасаған Қызылорда қаласының тұрғыны сотқа жүгінген. Ол өзінің талабында жұмыс берушінің міндетті сақтандыру шартын жасалмағанына байланысты арнаулы төлемдерді ала алмай жүргенін айтып, осы уақытқа дейін құқықтарының бұзылғаны туралы сотқа жүгінген. Сотты істі қарау барысында қызметкерді еңбек қызметін атқару кезіндегі жазатайым оқиғаларды міндетті сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңының нормаларының бұзылғаны, сақтандыру шартының жасалмағаны расталып, осы факті бойынша мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Қызылорда бойынша департаментімен бұл жөнінде бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілгені анықталды. Бұл тұрғыда Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 122-ші бабына сілтеме жасай отырып, жұмыс беруші тиісті міндетті сақтандыру шартын жасамауына байланысты сақтандыру төлемдері өз тарапынан, жұмыс беруші тарапынан өтелуге жататынын көрсетіп, сақтандыру төлемі мен кәсіптік төлем өндірілді. Сонымен қатар, осы істі қарау барысында анықталған мән-жайларға сәйкес жұмыс беруші жұмыстан еңбек шартын бұзу кезінде автоматтандырылған еңбек базаларына, ресурстарына, порталына енгізбегендіктен, автоматтандырылған режимде рәсімделмегендіктен сотпен жеке ұйғарым шығарылып, аталған кемшіліктерді жою үшін мемлекеттік еңбек инспекциясының комитетіне жолданды. Әркімнің өз шындығы бар, бірақ ақиқаты жалғыз. Ақиқат жолында өз құқығыңызды қорғаңыз. Кесімін сот айтады.